Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен клубникалы пирожныйдың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқа және де 370 грамм қантымызды жақсылап 5-6 минут осылай көлемі ұлғайғанша миксердің жоғарғы жылдамдығымен осылай миксерлейтін боламыз. Артынша 90 грамм сұйық майымызды да салып, осылай араластырамыз. Бөлме температурасындағы 175 грамм жылы сүтімізді де қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Келесі бізде құрғақ заттарымыз, ұнымызды ситадан 2 бөліп өткізетін боламыз. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып, және де 15 грамм ұн қопсытқышымызды да қосып бірге араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі болғаннан соң, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 2 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. Келесі бізде 550 грамм творожный сыр және де 140 грамм қантымызды жақсылап миксерден араластырып, біркелкі етіп болғаннан соң, артынша 500 грамм сливкемізді салып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Дайын болғаннан соң, розовый красителіміздің кішкене ғана азғантай бөлігін осылай кремімізге қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырып жібереміз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осылай розовый түстес болуы қажет. Келесі бізде бисквиттерімізді осылай жинайтын боламыз. Менде осындай клубниканың вареньесі болды. Клубниканың вареньесін мен осындай бірінші қоржыға жақсылап бір тегіс етіп, осылай жағып шығатын боламыз. Артынша дайын болған кремімізді де бір тегіс етіп, кремдерін жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң, екінші бисквитімізді де үстіне салып, келесі бетіне жұқа етіп, жағып шығамыз. Міне бізде осылай дайын болады. Дайын болғаннан соң, екі жан жағын шеттерін жұқа етіп кесіп аламыз. Және де өзіміздің кез келген формамызға кесіп, дайындап формамызға салатын боламыз. Достар, егер де сіздерде той немесе жиын болатын болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, және де той дастархандарына осылай заказ алып тапсырыс жасасаңыздар болады. Егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, тіркеле кетіңіз.